Сәлем, сіздермен Нағима. Бүгін мен сіздерге осындай керемет дәмді пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны көрместен бұрын алдымен тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Бізге керекті өнімдер: 3 жұмыртқа, айран және қаймақ, сұйық май, ұн, шекер және де разрыхитель керек болады. Таза құрғақ ыдысымызды алып, 3 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне шекерімізді салып, жақсылап 2 есе ұлғайғанша көпіршітетін боламыз. Жақсылап көпіршуі керек, емесе біздің пирогымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Келесі кезекте айранымыз бен қаймағымызды салып, екеуін бірде салып, миксермен жақсылап араластырыңыз. Осылай миксердің көмегімен жақсылап араластырып, және ұнды салып араластырасыз. Мен ұн салғанды түсірмеген екенмін, және де ұн салып араластырып болғаннан кейін сұйық майыңызды саласыз. Міне осындай теста шығатын. Пергамент қағазын салып, осылай және массамызды құятын боламыз. Пешімізді 180 градусқа алдын ала қыздырып қойыңыз. Міне осылай пешімізге әдемілеп салып пісіріп аламыз. Міне де біздің пирогтар дайын. Сізге ұнаған болса лайк басып, тіркеліп, және де қолдау көрсетіп кетіңіз. Келесі кездескенше